Кеш жарық, ассалаумағалейкум, құрметті ағайын. Бүгін біз ару ана әнін домбырада оңай тәсілмен қалай үйрену керек, соны үйренетін боламыз. Міне ару ана әні ең оңай тәсілмен қалай тарту керек домбырада, соны сіздерге түсіндіріп айтатын болам. Мән беріп тыңдаңыздар, я видеоны аяғына дейін қараңыздар. Мысалы, ару ана әнін біз қалай оңай тәсілмен үйренеміз? Ең бірінші осылай сызып аласыздар дәптерге. Міне 7 сан жазасыздар. 7, сосын 8, қайттан 7, сосын 3. Міне осы сандар арқылы үйренетін боламыз біз оңай тәсілмен. Яғни басында қағыс қақпаймыз, тек қана бас бармақпен шертіп тартамыз. Міне 7-ші пернені домбырадан тауып аламыз. 7-ші пернені ең басында 1-ші пернеден бастап саналады. Ең басында мына құлағы тұрады ғой, басында құлағы. Содан кейін ең бірінші перне болады. Содан кейін 2-ші перне. Міне, сосын 3-ші перне. Солай рет-ретімен кете береді. Ең бірінші перне болады. Сосын 2-ші перне. Солай санап 7-ге дейін санайсыздар. 7-ші пернені мына астыңғы жағынан басасыздар. Мысалы, мынау 7-ші перне болса, мысалы, мынадай сызығының дәл алдынан басасыздар ғой, мынадай жерінен, саусақтың ұшымен 7-ші пернені. Барлығын осындай жерінен басасыздар. Міне 7-ші пернені санап тауып аласыздар, я. 7-ші пернені 2-ші саусақпен басасыздар. Сұқ саусақтан кейінгі 2-ші саусақпен. Сөйтіп бір рет шертесіздер, сосын 8-ші перне келесісі. Жаңағыдай бірден бастап санайсыздар да 8-ші пернені басып, оны 3-ші саусақпен басасыздар. 8-ші пернені. Сосын қайтадан 7-ші перне 2-ші саусақпен, сосын 3-ші пернені сұқ саусақ, яғни 1-ші саусақпен басасыздар.